Азамат балам, мен бүгін қыздармен біраз кафеде отырып қалайын деп тұрмын. Сондықтан жаным, балалар саған аманат, балаларға жақсылап мұқият қара, бірдеңкені бүлдіріп қойып жүрмесін. Үй енді саған аманат, короче. Үйдің барлығын сенің мойныңда. Үйдің ішін мен сияқты сыпырғышпен жақсылап тұрып сыпырып өт. Содан кейін крышаны. Ой, крыша деппін ғой, ана потолокты мен секілді бір сүртіп өтесін, ема. Содан кейін кухняға барып, ұлданаға қарны ашып қалмасын. Творог пен май бер. Творогты жемесе, есікті аш та лақтыра сал. Өй, не істеп жатсың? Қызды лақтырмайсың, творогты лақтырасың. Одан кейін ана пакетте картошка бар. Соны аласында жартысын ғана ашып қоясың, ема. Сосын ана залда тұрған менің офисімдегі сибирскийдің витаминдерін қарап қой. Ана балалар коробкаларын жырт тастамасын, жақсылап қарап қой, жарема. Ол клиенттердің аманаты ғой. Одан кейін бар, балалар ұйықтағаннан кейін өзің жақсылап тұрып демалып ал. Прям жақсылап демалып ал. Ей, не істеп жатсың? Кәдімгідей төсек салып, адам сияқты жатып, ұйықтап демалып ал. Кешке кездескенше, бай-бай.